Алғаның болса жақсы бақытты болғаның, жаман болса философ боласың. Платон. Әбіләзи жасынан қалжыңбас болып өсті. Қағытпа сөзге кеткен. Жүрген жерін күлкіге көміп жүргені. Үйде де сол. Қайдағыны тауып айтқыш әзір жауап. Анасы, жасыңда қалжыңбас болсаң, қартайғанда мылжыңбас боласың деп ескертсе де қоймайды. Қоралы жаннан шаңыраққа ие болып қалған екеуі шешесі мен өзі. Іші пысы беріккендей тиісетіні осы қолтоқпақтай қара кемпір. Өңі көмір түстес болғандықтан шешесіне Африканка деп ат қойып алған. Күн бүгін жексенбі еді. Әбіләзидің жақсы көретін күні. Категория жизни деген кітаптың түннің бір уағына дейін оқимын деп кеш тұрған. Күнде таңмен таласа тұрып, ағыл-тегіл терлегенше жүгіретін. Таңертеңгілік жаттығуда содан кейін жасайтын. Ұйқыдан кеш оянғандықтан бүгін жүгірген жоқ. Бірден жаттығуға кіріскен. Іште дастарханын жайып, сары самаурынды зылдатып, анасы күтіп отыр. Түнемелік қарбытқан тағамның шөлі болатын. Көз көргендер қара кемпір атандырған мәяш шайхор. Бір самаурынның суын бір өзі сарқуға бар. Ал баласы шайға жоқ. Пияласын анасына мықтағанда 3-4 рет ұсынады. Сонымен болды. Дегенде кейбіреулердей бетін сипап тұрып кетпейді. Шешесі шайға әбден қанып, көңілін бірлегенше, көз алдында әрнені бір айтып, жайраңдап отырады. Шамасы шешесінің көңілін аулау үшін әдейі сөйтетін болуы керек. Мәйеш баласының қалжыңына кейде күліп мәз болады, кейде әңгімелері жараспай тәжікелесіп те қалады. Бұл үйдің демалыс күнгі тіршілік тынысы көбіне осылай басталады. Былайғы күндері Әбіләзи таңертеңгі шайға қарамайды, мектебіне асығады. Әдеттегідей бұл жолы да Африканка как дела деп дастархан шетіне жайғасты. Келін болмағасын дела қайдан дела болады. Ой, қандай контрас. Ақ дастархан, қара кемпір, сары самаурын, қызарып піскен бауырсақ, тағы не? Қолдың сары майы. Апа, сенің осы сары майың бар-ау, маған майдай жағады. Жүрегіме тимейді, керемет. Сөзді ғой, мені қашан қалдырғата бересің? Бір аяғы жерде, бір аяғы көрде дегендей, қойдың басындай жасым қалды. Бір шүйке басты, қашан әкелесің? Қайраттақ едім, қашанғы болсын шалдығайын дедім. Осы күні аяғымның тамыры тартылып қала беретін болып жүр. Жаңа қорғанның тұзды балшығына апарайын, емдел. Емдел дейсің, мына үйге малға кім қарайды? Бір шүйке бас болса, бір сәрі. Сенің арманың бір шүйке бас екен, ербейтіп оны қайтем. Менімен ойнама, Африканка. Мен мынауский қыз аламын, білдің бе деп, Әбіләзи оң қолының 4 саусағын бүгіп, бас бармағын шошайтты. Шөп желкелерді айғар алсын деп, өзіндей бойдақ құрдасына бере салды. Сол мынаускийіңді енді қашан әкелесің? Қолыма тибей, табаным тартпай жүр ғой. Сен осы кімге ұқсағансың? Өлуге қолы тимей жүрген шешеңді әрі итеріп, бері жағасыңда отырасың. Қызық, кімге ұқсағанымды мен қайдан біледі екем? Апа, өзің айтшы, мен осы кімге ұқсадым, а? Қарап жүргенше біле жүрейін. Қой әрі оттамай. Сопа басың сандалып жүргеніңе қарағанда итке ұқсаған шығарсың. Осыма менен не істейін дегенің? Қатынды мен үшін алма, өзің үшін ал. Осы жас қолыма бір шөп желкені ұстатпадың бар ғой, 5 елге пенде болып кеткен ана апаларыңның біріне кетіп қаламын, білдің бе? Бұл енді баласын қорқытқандағысы. Жүр, сосын кіріңді жуалмай, азып тозып, өнесей түге. Қыздарыңа кететін болсаң тіптен жақсы, бәрін айт та бірін айт. Емін еркін сайран салып жүргенді айт. Иә, апа, иә, жетсерсің. Апа деймін-ау, маған бір ой келіп жүргені. Ол не деген ой? Ішіме симай жүрген ой. Үйленіп керегіне деймін де, Құдай ақына. Өзің ойлашы, үйленсем мойныма құрық түседі, сосын біткенім ғой. Ол сосын қарап жүреме. Қыңқылдап жүріп жүкті болады, сосын қайтадан қылдап жүріп бала туады, тағы туады, туа береді. Шөп жерге шүйке бас дегендер сондай ғой, апа. Жұрттан да үкіметтен де ұялмайды. Сосын жүргенім ғой батпан бейнетке батып. Бала шағаны қалай асыраймын деп. Жоқ, онан да сыбай салтаң жүргенім жақсы емес пе? Иә, апа. Осының бәрін шешесін сөйлетпекке айтып отыр. Құрсын деп күрсінді қара кемпір. Сен балам осының бәрін табылған ақыл деп шынымен айтып отырсың ба? Иә, шыным, апа. Оқуыңды бітіріп, аузыма нан салғаныңа биыл 5 жыл болды. Қатарыңның бәрі аяқтанып үлгерді. Алды шешелеріне немере сүйгізді. Ал менің отырысым мынау бір бәлекейге зар болып. Асылы жігіттің нашары айғара екеуің болдыңдар-ау, қу тізелеріңді құшып қашанғы жүресіңдер, ел жұрттан ұялмайсыңдар ма? Ұялғанда қайтеміз, қыздар қарамаса.
Әй, онда бар ғой, көңілің соққан бір қызды сыртынан көрсетші, құда түсейін. Маған қызын бермейтін қандай жұрт екенін көріп алайын сосын. Жаманға кім қызын беруші еді? Кім жаман? Мына мен ұлың, жаңа ғана өзің айттың ғой нашар деп. Мәйе шамалы таусылып, саған сөз шақ келмейтін шығар. Саған айттым не, айтпадым не, құрдалаға айтқанмен бірдей деп, қатуланып сілкінді. Әбіләзи күліп, ай апам-ай менің, африканкам-ай менің деп, шешесін екі бетінен алма кезек сүйіп алды да телевизорға дем берді. Дегендей бір шоғыр қыз үкілері желкілдеп билеп жүр екен, әдемі-ақ. Бірінен өткен бірі сұлу. Билері де өздері де көзді қызықтырады. Құйқылжыған әсем қоңыр күй сарыны шалқи түсті. Мәйеш, адам-ай, осылардың басыбайлары байлары бар мекен деп баласына қарады. Ылғи да осы көйлектері көлеңдеп билейді де жүреді. Өстіп жүріп байсыз қалмаса болғаны ғой пәтшағарлар. Ой апай, қызықсың ау. Өздерін біздің жаққа жіберіп алмайды ау. Ал жіберді не қылар едің? Біреуін қазыққа байлап алып қалар едім. Көнеді деген. Неге көнбейді? Үйде де телевизор бар ғой, келсін де билей берсін. Ай апа, көзі жоқ әулиесің ау. Апаламай-ақ қой, қатынды мен өлгесін аларсың. Шешесінің көз тірісінде аяқтанбай көзі кеткесін үйленіп, байғұс қара кемпірді өлтіре алмай жүр екен ғой деп, күллі көшеге күлкі болып жүрме деп, Мәйеш қыжым шапанын бүркеніп, теріс қарап жатып қалды. Бұл енді ұлына өкпелегені. Үйдің іші тым-тырыс. Қолында «Категория жизни» деген кітап. Әбіләзи сыртқа шығуға ыңғайлана берген. Шешесі қыжым шапанның астынан. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген. Менің көзім жұмылуын күтіп жүрген шығар деп күңкілдеп жатыр. Әбіләзи күліп, африканға құр босқа жатып алғаның не, басың ауырады ғой деді, не деді екен деп. Жынымды келтірме, осы жатқаным жатқан деді зекіп. Артынша шапанын серпіп жіберіп, неғып тұрсың селтиіп, баратын жеріңе деді, дауысы құмығып. Апа, келініңді осы қазір бұрымынан сүйреп әкелсем бе деп ойланып тұрғаным. Әй қасқа бала, немене, ен салып қойғаның бар ма еді? Бары бар ғой. Не дейді ойбай-ау, олай болса неменеге созбақтап жүрсің, а? Әне үйленбейін десем де, ойбай, үйленейін десем де, ойбай, соншама не болды? Ойбайламай қайтейін. Ал мен кеттім африканка. Қайда жаным-ау? Келін әкелуге қандайынан әкелсем екен, ә? Орыстан ба, кәрістен бе, жоқ әлде Хакастан, Африкадан, Татардан, Чукчадан. Ойбай, шүршіштен болса да бір бәлекейді әкеліп кіргізші, менің жаным тыныш тапсын десең. Мәйеш енді жата алмады. Аппірім-ау деп, бір-екі ұмтылып тұрды төсегінен, тізелері сықырлап. Жиналмай қалған дастарханды жинастырып болғасын, тысқа шықса, келінді тап қазір бұрымнан сүйреп әкелемін деген ұлы көлеңкеде қаннен қаперсіз кітап оқып отыр. Кемпір үйге үндемей ғана қайта кіріп кетті. Сосын қыжым шапанын тарс бүркеніп жатып алды теріс қарап. Әбіләзги жазғы каникулға шығуына ойға алып жүрген шаруасына құмбыл кірісіп кетті. Жұмыста дегенде үйінің іші сыртындағы сылақтарын қырып түсіріп, жаңадан сылап, әктеуден бастады. Оны болғасын еденді, есіктер мен терезе жақтауларын босаға, табалдырыққа дейін қалдырмай, қызыл қоңыр бояумен сырлады. Лакпен майлап жарқыратты. Шарбақты, қақпаны қою көк бояумен көркейтті. Қора қопсыны жөндеп ауланы тазартты. Бәрін болып қараса үйі, қора жайы көктен түскендей жаңарып ажарланып қалыпты. Молодец, африканканың баласы деді өзіне өзі. Енді бір бойыңды жазып қыдыруыңа болады. Қайным деп үйірсектеп, ойнақылана қылмыңдап жүретін көрші үйдің келіні Мәйешті жағалайды. Әжеші, балаңыз осы жаз аяқтанады-ау шамасы қимылына қарағанда деп жетіп келді. Айтқаның келсін қарағым, замандасын ғой, өзіңнен сыр тартып көрмедің бе? Сыр тартып көрейін десем қашқақтайды. Білгені ішінде өзін ауыздандырып, жеңгелік парызымнан құтылсам ба деп едім. Өш құрсын, о не дегенің, ыдысың қосағыңа құт болсын. Ойнап айтам әже. Қоя ғой бейбақ. Байың барда етегіңмен ойнаймын деп ойының осылып жүрмесін. Құдай сақтасын әже. Жай әшейін қалжыңым ғой. Басы байлаулы болғанымен бұл бар болғырдың діңкесі құрып жүр. Тәтті құмар кезі келсең келден кетер емес. Құраттай құлшынған жігіттен дәмелі. Оның сымбаты мен қайратына қызығады. Телевизор көріп немесе газет журналға шұғылып оңаша отырған сәттерін кәдімгідей аңдып жүргені. Сондайда буы ыстық бойдың басын айналдырып бағадақ. Бірақ жігіт илікпейді. Өзіне ынтызар керімнің ынтығын әзілмен бәсеңдеткен болады.
Былайда қалжыңбас жігіт айта алмасын ба, қырғын анекдоттармен ішек сілесін қатыра күлдіріп есін алады. Қимасы бөртіп жүрген бәтшағардың сөйтіп құтылады. Осы да есесін жібермей бағады. Кейде Әбіләзі үй шаруасына қолғабыс тигізуін өтінетіні бар. Сондайда әзілдеген болып, кіндігің жылыға тисін дейді дірілдеп. Алабұртып қолғабыс еткен үшін айтқан алғысы, ішкі тілегі. Әбіләзі оның ойынан шығып тілегін жандыруға көрші ақсы, тәңір ақсы деген киелі киеден сескеніп тартынады. Араларынан қыл өтпейтін бұл екі үй Әбіләзидің бала кезінен көршілес болатын. Шешесінің бастасы Шабыл шал мен кемпірі Әтиманың бір баласындай болып кеткелі қашан. Олардан мұны туған ұлынан кем көрмейді. Ардан аттай салуға көңіл қошының соқпайтын бір себебі сол. Әтиманың келіні: «Ой, әжей, балаңыз қандай қызды жетелеп келер екен» деп күрсінді. «Қайдам қарағым, Алла бір иман жүзді балаға жолықтырғай деген ақ тілектің үстінде жүрмін ғой» деп қара кемпір де күрсінді. Содан бокс қапшығын күні түні төмпештеумен жүрген Әбіләзі бір күн аяқ астынан жоқ болып кетті. Әнегелер мінегелер деумен иманын айтып зәресі қалмаған қара кемпірге ас батпады. Солай алаңжарлы болып қобалжып жүргенде ұялы телефонмен хабарлассын: «Ташкент кетіпті. Шешесі аң-таң. Қашан қайтасың» деуге ғана шамасы жетті. «Баласы әзір осында жүре тұрамын» деді. Бұл саған не дейін, аман болсаң болар деп іркіліп қалды. Содан тағы бір жеті өткен шамада ұлы тағы телефон шалып, шешесінің амандығын білді. Бұл жолы Самарқаннан хабарласты. Ферғана, Бұхара, Үргеніш барған. Амандығын білдіргенмен неғып қиырда жүрген мән жайын айтайын демейді. Ал шеше байғұс баласының бұл жүрісінің не жүріс екенін білмей шерменде. Қырған қыздан тек бір қызды, сонша жігіттен тек бір жігітті ұнатқан екеуі осы жас қосылуға уағдаласқан. Бір-бірін ес біле бастағаннан білетін. Бір мектепте оқыды. Бала 2 класс ілгері, қыз 2 жыл кейін. Бір-біріне қаршадай кездерінен ынтыққан, баяғы қозы мен баяндай. 8-ші бітірген жазда қыздың үйі облыс орталығына көшті. Бұл мектепті бітіруіне деген мәдениетті институтына, ал қыз дәрігерлік оқуға түсіп, екеуі бір қалада оқып жүрген. Жігіт оқуын жеріне жеткізгесін қызға қыңқылдаған. Қыз оқуымды тиянақты бітірмейінше өкшемді көтермеймін. Шын мендік болатын болсаң күтесің деп бірден кесіп айтты. Институтын бітіргесін де мамама 1 жыл нан жегізбегенім қалай болады деп тағы тартыншақтады. Содан амалы қайсысы? Сүйген жүрек бәріне көнеді екен. Сонымен не керек? Әбіләзі қалыңдығын күдерін үзбей күтті, шыдап бақты. Айтарыңыз не? Осы жазға көзі бір қызарып, бір қарауытып, әрең жеткен жігіт қалыңдығын алғашқы 24 күндік демалысына, шығуына еркіне қоймай жетектеп ел асып кеткен еді. Анасын айтқан серті бойынша бұрымынан сүйреп. Енді екеуінің той алдында әрі қыдырып, бой жазып, әрі қалыңдық ойнап жүрген жүрістері ғой. Сайранды салып, бабалардан қалған тарихи мұраларды аралап. Сол күндерден Гүлсінай қалыңдық ойнаған жігітінің ойынан шықты. «Әже, әже, сүйінші, балаңыз келіншек әкелді» деп. Тағы да тағы бірдеңелерді айтып, көршідегі келіншек таңмен талас, ала кеуімде табалдырықтан сүріне қабына аттап кіріп келсін ентігіп. «Сүйіншімді бересің ғой, әже» деп Мәйештің дегбірін алып барады. Мәйеш: «Не дейді жарығым-ау?» Омалып намаз оқып отырған орнынан үш ұмтылып шақ тұрды. Жайнамас жайына қалды. Алла, шынымен бе? Жеттім бе, жеткіздің бе? Кемпір байқұс денесін игере алмай тәлтіректеді. Апырау, маған не болды? Әлімнен айырылып. Көңілге болмаса табан астында құлын тастаған биедей буыны босап барады. Құдайы өңімбе түсінбе дей береді апалақтап. Сол бойы: «Сен неғып қалшиып қалдың? Мен сыртқа шығарсайшы» деп сүйінші сұрай келген келіншекке. Ол: «Ойбай-ау, шынында» деп кемпірді қолтығынан алды. Екеуі сүйемелдесіп сыртқа шыққанда, ана алдында айдай жарқырап ұлы, күндей күлімдеп келіні қол ұстасып тұрды. Ажар атқан таңдай, ақша маңдай, арудың сұлу лебі шарпығандай болды ма, Мәйеш талып түсе жаздады. Айналып кетейіннің жүзі шамшырақтай екен. Қылтыңдаған шүйке баста емес, шөп жерге бәлекей де емес, перизат па дерсің. Алла кешіре көр, тіл аузым тасқа деді ішінен аблығып. Қашан келінді болар екенмін деп санамен сарғайып жүрген байқұстың кәрі жүрегі атқақтап қоя берген. Еркек бала ұқсап спорттық форумда киініп алған ару тізесін бүгіп сәлем етті. Бұл даусы дірілдеп: «Бәрекелді, мұңсыз бол» деді. Баласы қарап тұрмай:
Міне біздің африканкамыз осы ауданда единственный. Әкем баяғыда қой бағып жүрген кезінде Африкаға командировкамен барып ертіп келген. Содан бері біздің үйде жүр деді, кәнігі әзілқойлығына басып. Алма ештің көңілі де көзі де басына әлі жаулық түспеген келінінде. Ұлының әзіліне жымиып күліп тұр. Мәйеш оны келші бері құлдығым деп құшағына қысып екі бетінен маңдайынан құшырлана сүйіп алды. Қадамың құтты болғай шыбыным, алла бағыңды ашқай деді кемсеңдеп. Тап осы сәтте Әбілғази де абдырап семсіреген шешесін аяп толқып тұрғанды. Африканка бізге қарамайын деді ме, келінін көргесін деді жайраңдап. Қаңғы басым, неше күн неше түн болды жаман шешеңнің зәресін зәр түбіне кетіргеніңе деп ұлын да құшақтай алды. Алла, осы күнге жеткізгеніңе тәубе деп, кемсеңдеп жүріп, келіннің табалдырықтан оң аяғымен аттандырды. Сандықта келініме деп сары алтындай сақтап жүрген су жаңа ақ жібек бөрте шәлісі бар еді, сонымен Гүлсінайдың жүзін жасырды. Көрші көлемдеп жиналып қалған келінді жылдап күткен ақ шымылдық құрылғанда үйдің іші жарқырап сала берді. Беташар той сол күн-ақ басталып кеткен. Гүлсінайдың беті ашылысымен ағайын жасаулы дастарханда қаумалай қалған. Бабалардан қалған салт келіннің қолынан шәй ішіп баталарын бермек. Бәрінің назары Гүлсінайда. Ажары, бітімі мұнша келісті болар ма? Етегі тобығына төгілген ақ көйлек, ақ жібек шәліге малынып, ішкі жан дүниесінің нұры сыртқа теуіп, әппақ жүзі сәулеленіп отыр. Құдды адамзаттан емес перизаттан жаралғандай жарқырауын. Енесінде еш жоқ, тіл көздің сұғынан сақтай көр деп, Алласына жалбарынумен болды. Шайды бабымен сәндеп құялар мекен деп те қобалжыған. Келіні қысылған жоқ, еркін. Алла жарығымның жанына жамандық бермеге деп күбірледі. Бір самаурын сарқылып, екінші самаурын бұрқылдап келе қалғанда, Мәйеш шіркіндердің аңқалары кеуіп қалған екен деп іштей шәй қойырларға кейіп қалды. Көпшілікті шақырған үлкен той ертеңіне Кеңшілік аудан орталығындағы жалғыз ресторанда болды. Арнайы құрметпен шақырылған құдалар жағы келгенде, бұрын көрмеген ағайындар бәрінен де Гүлсінайдың анасына таң қалып гуілдесін-ай. Анасын көрде қызын ал деген пай-пай келімі келген ақ екен. Қара кемпірге құдай бергені, баласын бокстан спорт шебері дейтін, келінінде спорт шебері деп атайды волейболдан. Солай ма? Мәссаған. Қызық болғанда көмірдей қара кемпірге маңдайын жарқыратып сүттей аппақ келін бұйыртқан айтсайшы, ойпырмай десейші, жаман жаутық кемпірдің аузының салымы барына не дерсің? Бала мықты ғой, бала мықты болса солай болады. Осылай гу-гу. Олар осылай желпінісіп жатқанда, қос құдағи құрметті түрде тізерлесіп отырған. Мәйеш құдағимен іш ашысып, әңгімелескісі келген шүйіркелесіп, сондағысы келінім қазан ошаққа ие бола алама, кір жуа алама, оқу-тоқудың ізімен кеткен бала ғой, сиыр сауа алама болды. Өмірін от басып, ошақ қасында күлді көмеш күйбеңмен өткізген жарықтықтан қайдан көсем сөз шыға қойсын. Құдағи сыр берген жоқ, кеудесін тік ұстап отырған қалпы бұзбай. Сиыр дейсіз бе? Дән саспаңыз, келіннің керек болса жыланды да сауып береді дегенде Мәйеш Алла құдай деп шошып кетті. Шошыма, келініңе екі бетімді алып салып жүріп бәрін үйреткенмін. Ырысыңыз бар екен, келінді соқтың, әлі ақ қолыңды жылы суға малып отыратын боласың деп Мәйестің білегін қысып қойды. Қара кемпір болса көңілі көкке жеткендей қопаңдады. Расында да құдай бере салған келіні анасының айтқанындай екен. Үйдің қам керекетін игеріп әкетті. Мәйеш шүкірім деп жүріп, қолындағы кілттерін қара шаңырақтың бар мүкәмәлін келініне тапсырған. Әбіләзидің әзілімен айтқанда, шешесінің ұйқысы қанық, көңілі тоқ, беззаботный. Коммунизмде ғұмыр кешіп жатыр. Ал келіні сиырды да сауды, кірді де жуды, тағамның да түр-түрін пісірді. Тігім машинасы бар екен, істі де тікті, спортымен де айналысты, дәрігерлеріне де үлгерді. Қажетінде күйеуінің велосипедімен мотоциклінде жүргізіп жүре береді. Қабағын шытпайды, жарқылдап күліп ойнап көңілді жүреді. Енесінің тұяғын қимылдатпайды, иіліп сәлемін жазбайды, жас үлкеннің алдынан өтпейді. Құдайдың бергені сол. Қызық болғанда келіннің басқа да өнері барын алғаш көргенде қара кемпірің шалқасынан түсе жаздады. Алла құдайлап. Баласын күнде таңертең аулада тұрған турник пен гимнастикалық Пруссияда ақтер көктер ойнайтын. Оған көз үйренген. Енді оған келіні қосылды. Жылдамақ
Алғашында қарағым бір жеріңді майып қылып аларсың деп көрген. Келіні: мамка, мен үйренгенмін ғой, ештеңе етпейді деп жұбатты. Мәйеш сонда Құдая тоба деген. Әбіләзиз спорт мектебіндегі мұғалімдігіне қоса аудан боксшыларын жаттықтыратын. Спорт шебері екенін білген биліктегілер Гүлсінайды да қыздар волейбол тобының бапкерлігіне бекітті, дәрігерлігіне қосып. Дегендей, қара кемпірдің келіні командасын облысқа алға шығаруға жанын сала кірісті. Қыздарын кейде көл жағасын алып кетеді, кейде жұмыстан кейінгі кешкілікте аулаға жинап жаттықтырады. Ойынға өзі де араласады. Сондайда Мәйеш келіннің көз ілеспес ұшқыр қимылына тоймай мәз болып отырғаны. Гүлсінай көкке шырғап ұшқан допта атылып барып секіріп соққанда, екпініне төтеп бере алмаған қарсы бетте қыз тыраң етіп жығылып қалады. Сол сәтте қара кемпір бір қопаң етіп қалады. Өзі тұрғай түсінде көрмеген қызығы. Ондайда баласы келіншегіне: африканканы командаң ал, мынау іске капитан болады дейді шешесінің арқасынан қағып. Қыздарда ду-ду шулайды: алайық, алайық әжен деп. Содан не керек? Бапкер болғалы көмірдей қара кемпірдің сүттей аппақ келін атанған Гүлсінай көп ұзамай қызықшыл жұрттың назарына ілікті. Уақыт өте келе оның есімі Естінің де Есердің де аузында жүрді. Бір үйден ерлі-зайыпты екі бапкердің шыққаны туралы гу-гу бірте-бірте аңызға айналып бара жатты. Бірде Мәйеш, бастасы шабал шал кемпірмен үшеуі бір шақырыспаққа барған. Дуду әңгімеде тілеулес көз таныстар келіннің Зейнабатты бала екен, алдына көрінуге барғанымызда қабағын шытпайды, бір бөлек бала өзі, сөзі жұмсақ, көргенді жас екені сияғынан білініп тұр деп жүдә ағынан жарыла мақтасын. Қара кемпір шақырыспадан болып толып қайтты. Шүкірім сол деп келеді. Жолда шабыл шал: сен бастасам жарылып кетпей неғып шыдап келесің? Жаңағылардың айтқанының қақпалы жоқ. Ұлың жұрттың 10 ұлына, келінің 10 келіне татиды. Сен Құдай берген кемпірсің. Жасыңда бейнетті көп көріп едің, еңбегің еш кеткен жоқ. Келінің алақанына салып бағып күтуде. Одан артық не керек? Еңбек қайтты деген осы ғой деп шалқып келеді. Айналып кетейінім-ай, өзің бар ғой баладан бөлек деп. Атима замандасы да қосырланды. Көре алғанымда бар-ау, осы іші бауырым елжіреп қоя береді. Өзінің тізесін бүгіп сәлем берген ақ әдемі, киім киісі де тал бойына жарасып тұрады. Не керек? Сол жолы Мәйеш құттығанасына қыжым шапанына сыймай келді. Сол күні келіні айналып толғанумен болды. Өмір солай өтіп жатты. Күндердің бір күнінде ұршығын бір уақ иіріп болып, енді демалып отырған енесінің алдына басын қойып еркелеп жатқан келіні: мамка, балық жегім келеді деді. Алма беті бал жанып. Мәйеш: құлдығым, балық деген дүкенге түспегенімен базаршылардан табылады ғой, жүгіріп барып әкеле қояйын деп түрегеле берді, құдды құлдилап жүгіре алатындай. Өзім асып өзім түсіріп беремін, құлдығың болайын, жолыңда жүрейін деп шұбыртып барады. Мәйеш балықшының қызы, балықтың тәуірін де, пісіру бабын да біледі. Көзінің қарасындай жалғыз келіннен қай жанын аясын? Балықтың баласына базардан көтерте алдырып, сойдырып, кеспелетіп, оны тоңазытқышына салып қойып, күнде шетінен асып беріп жүреді. Бабына келіп піскенше келіні қашан піседі деп шыдамай мамкалап, қазаннан түсіре бастағанда қолды салады. Мәйеш үйіме табан балықты келіннің алдына қойып: жей ғой күнім дейді. Күнде осы. Келіні балық жеп отырып бұршақтап терлейді. Ұйқышылда болып алды. Бір күні түсірімде матадан кең етек екі көйлекті өзі пішіп, өзі тігіп алып, алма кезек киіп жүретін болды. Мәйеш те қамдана бастады. Кезінде перзенттерін бөлеген құтты бесігінің теңін шешті. Келіннің қасына шақырып: мынау Әбілежанның иісі сіңген жастығы, мынау сүйек шүмегі, мынау шыны түбегі, мынау шыттай жаңа жаялықтар ырымға деп алып қойған едім деп бір-бірлеп көрсетіп жатты. Ал Әбіләзи болса «Категория жизни» деген серияның 3-ші шығарылымын оқып бітіріп, енді 4-шін бастаған еді. Соны креслода жайбарақат оқып отыр. О, Дариға-ай, не деген дәурен еді, естен кетпес.